Қазақстанда 2018 жылдың соңына дейін еңбек кітапшасы алынып тасталады. Елімізде HR жүйесі енгізілуіне байланысты 2019 жылдан бастап еңбек келісім шарты онлайн жүйеде жұмыс істемек. Бұл туралы Стангезет хабарлайды. Жұмыс беруші мен жұмысшы арасындағы бұл тиімді әдіс болмақ. Көп жұмысшылар қашықтықта жұмыс істейді. Ал алдағы уақытта жұмысқа кіретін адамның тек жеке куәлігі болса жеткілікті. Сол арқылы қордан басқа ақпараттарды алуға болады деп хабарлады Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі. Бұдан былай азаматтардың еңбек келісім шарты электронды нұсқада жүргізілмек. ЖСЕ нөмірі арқылы адамның құжаттар пакеті онлайн жүйеде көрсетіледі. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Нариман Мұқышевтың айтуынша, бұл қағазбастылықты жою үшін қолға алынған медициналық анықтама мен дипломы, басқа да құжаттары жүйеде сақталады. Жұмысшыны қызметінен алған жағдайда оны автоматты түрде еңбектің электронды биржасынан шығара алады дейді Мұқышев. Сондай-ақ алдағы уақытта еңбек.kz сайтында өзін-өзі жұмыспен қамтитын азаматтарды электронды тіркеу жүйесіне енгізу жоспарланып отыр. Павлодарлық шаруалар картоп өнімінен рекорд орнатты. Аймақтағы картоп өсірушілер әдеттегідей рекордтық көрсеткіштерге қол жеткізді. Алынған өнім былтырғы маусыммен салыстырғанда 20%-ға артық деп мәлімдеді 24kz. Мұндай жетістікке заманауи агротехнологиялардың арқасында қол жетіп отыр. Картоп шаруашылықтары соңғы жылдары қолданыстағы техникаларды үздіксіз жаңарту үстінде. Автоматтандырылған өндірістік жүйелер де енгізіліп жатыр. Ішкі нарықтың сұранысын толық жауып отырған Ертіс өңірінің фермерлері енді өнімді экспортқа шығару жағын қарастыруда. Картоптың түсімі биыл аймақта 518 мың тоннаны еңсерді. Ішкі нарыққа қажеті 75 мың тонна. Ағымдағы жылы өнім 5 есе артығымен жиналған. Жоспарға сай 244 мың тонна картоп облыстан тысқары жерлерге шығарылуы керек. Бүгінгі таңда Өзбекстанмен 5 мың тонна, Ресеймен 2 мың тонна ұзақ мерзімді келісім шарттар жасалған. Алматыда тұрғындар жаңа пәтерге ие болады. Аталған шаһарда Нұрлы жер бағдарламасы бойынша 1,5 мың қала тұрғыны жаңа пәтерге ие болмақ. Бұл туралы мемлекеттік баспана бағдарламасын іске асырушы банк өкілдері мәлімдеді деп хабарлайды 24kz. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында өмір сүруге қолайлы жағдай жасау туралы атап айтқан болатын. Бұл ретте мемлекеттік бағдарламалардың алатын орны ерекше. Саялы шағын ауданы қаланың Алатау ауданында орналасқан. Сәулетшілердің жоспары бойынша бірнеше жылдан соң тұрғын үй кешені жан-жақты дамыған жайлы мекенге айналмақ. Қазір мұнда құрылыс жұмыстары аяқталуға жақын. Ал Нұрлы жер бағдарламасы бойынша пәтер алғандар қолжетімді баспананың тиімділігін айтады. Жыл басынан бері бағдарламаны іске асырушы банк арқылы 6 мың қазақстандық жаңа пәтер рәсімдеген. Жыл соңына дейін тағы 3 мың отбасы қоныс тойын тойламақ. 2019 жылы банктер Алғабас ауданындағы 23 үйдің құрылысына да қатыспақ. Иракта жойқын жарылыстан 6 адам қаза тапты. Аталған елдің Мосул қаласында жойқын жарылыс болып, 6 адам қаза тауып, 40-тан астам тұрғын жарақат алды деп мәлімдейді 24kz. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, жарылғыш зат орнатылған автокөліктің күлі көкке ұшқан. Зардап шеккендердің ішінде 2 полиция қызметкері бар. Жергілікті билік мерт болғандардың саны әлі де өсуі мүмкін дейді. Жарылыстан кейін жақын маңдағы кісі көп шоғырланған Наби Юнус базарында өрт басталған. Оқиғаға қатысты жауапкершілікті ешбір террорлық ұйым өз мойнына алған жоқ. Тергеу ісі басталды. Даяна Әбдірбекова көп сайыстан ел кубогын иеленді. Шымкентте көркем гимнастикадан Қазақстан кубогы мен ел чемпионаты өтті деп хабарлайды Олимпик.kz. Қатысушылар көп сайыстан кубокты сарапқа салса, жекелеген жаттығу түрлерінен чемпиондық атаққа таласты. Турнирге жалпы есебі 13 өңірден спортшылар қатысқан. Көп сайыс қорытындысы бойынша шымкенттік Даяна Әбдірбекова жеңімпаз атанды. Күміс жүлдені Шымкенттегі тағы бір өкілі Тоғжан Молдақанова иеленсе, 3-ші орын астаналық Айдана Шайкеноваға бұйырды. Еске сала кетейік, Даяна Әбдірбекова командалық жаттығудан Азия ойындарының чемпионы атанды. Сондай-ақ Чехияда өткен гран-при кезеңінде ұршық жаттығуы бойынша 4-тікке енген болатын.